Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын песочный қамыр мен маковый пирожныйды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда өте көптеген рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 110 грамм бөлме температурасында еріген сапалы сары май қажет болады. Үстінен қант ұнтағын саламыз. 3 дана жұмыртқамыздың сарыуызын салып, барлығын венчикпен араластырып аламыз. Біркелкі болған массамыздың үстіне бадам ұнын қосамыз. Егерде сіздерде бадам ұны болмаса, ұнмен грамын ауыстырасыздар. Үстіне мак, ванилин разрыхителімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне електен өткізілген 210 грамм ұнымызды қосамыз. Ұнды артық қоспаймыз, өйткені бізде жұмсақ қамыр болуы қажет. Дайын болған қамырымызды бірден пергамент қағазына ұн себе отырып, жұқалап жайып аламыз. Қамырымыздың размері бізде 30-да 40 болуы қажет. Қамырымыз өте жұмсақ, әрі нәзік, әрі жұққа болу керек. Шет-шеттерін өздеріңіз осылай түзелеп шықсаңыздар болады. Санчқынның көмегімен осылай тесіп шығамыз. Қамырымызды тоңазытқышқа жіберіп, меренгасын дайындауға кірісеміз. 3 дана жұмыртқаның ағын миксердің ең төменгі жылдамдығында көпіртіп бастаймыз. Сосын үстіне аз-аздан қант сала отырып, миксерлеуді жалғастырамыз. Миксердің жоғарғы жылдамдығына көтермейміз. Қантымыз толық ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Бізде қантымыз толық еруі қажет, сонда меренгамыз біздің өте жақсы пісіп шығады. Яғни қантымыз меренгаға суын бөліп жібермейді. Қанты толықта ерігеннен кейін үстіне 10 грамм кукуруз крахмалын қосамыз. Жүгері крахмалын тек қана біз тамақтарға пайдаланамыз, ал жүгері крахмалын осындай выпечкаларға пайдаланамыз. Өздеріңіздің қалаған жаңғақтарыңызды қоса берсеңіздер болады, менде грек жаңғағы. Дайын болған меренгамызды қамырымыздың үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Бұл уақытта біздің пешіміз 160 градусқа қызып тұруы қажет. Осылай бір тегіс етіп жайып аламыз. Содан соң қатырылған ягодаларды салып, меренгамызға кішкене батырып аламыз. 20 минут духовкаға жібереміз. Оға дейін ортасындағы кремін дайындасаңыздар болады. Творожный сырдың үстіне қант ұнтағын салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Міндетті түрде творожный сыр мен қант ұнтағын біркелкі болғанша араластырып алғанымыз жөн. Өйткені барлығын бірге салып араластыратын болсақ, бізде комок-комок болып қалады. Біркелкі араласқан творожный сырдың үстіне салқын кілегейімізді қосып, осындай плотный крем дайындап аламыз. Пісіп шыққан коржымызды теңдей етіп, ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Бір бөлігіне дайын кремімізді жағып шығамыз.
екінші бөлігімен үстін жабамыз. Және де тоңазытқышқа кемі 6 сағатқа жібереміз. Біздің креміміз сіңуі қажет. 6 сағаттан кейін өздеріңіздің қалағандарыңызша шет-шеттерін кесіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, ауызда еритін пирожныйдың бір түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды осындай тәттілермен қуантыңыздар. Менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.